Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Балапандарды екіге бөліп қойдым, жоғарыға и астына. Міне, өйткені үстінен жаңағыдай бір-біріне уже соғылысып симай кетті жоғарыға. Сонымен астына 60 тайын астына қалған үстіне қалдырып қойдым. Міне балапандар істеп екі бөліп қойдым. Мына жаққа да кішкене еркін болып қалды. Жағынан дұрыс болып қалды. Бір-бірлерінің үстіп енді ойнап сөйтіп жүр балапандар. Градус 25 градус ұстап тұр. Естіп 20 градусқа түсірем. Уже естественный неге түсіру керек, жайлап. Бірден емес, жаймен түсіру керек. Даладағы температурамен үйрете бастау керек уже. Міне. Осы ағайын сіздер көрсетейін дегенім, балапандарды екіге бөліп қойдым өйстіп. Жоғарыда жартысы, астында жартысы. Міне. Сіздердің шаруашылықтарыңыз қалай болып жатыр, айтып қойыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Сұрақтар болса қойыңыздар, жауап беруге тырысам. Міне осы біздегі жаңалық. Осылар жаңа жұмыстан келіп, екіге бөліп, барлығын торлап қойдым. Қазір беттерін немен жауып қоям. Түнге қарай, түнде 8 градус сондай қайын түсіп отыр ғой, түнде температура. Бетін жауып қойсам, азанда сағат сол бір 9-10-дарда ашып жатырмын. Міне. Күндіз печкілер өшіп тастайым. Күндіз ыстық болып жатыр ғой. Тек кешке қарай қосып жатырмын. Менде жаңалық осы ағайын. Барлықтарының сәттілік, шаруашылықтарыңыз дами берсін ағайын. Сау саламатта болыңыздар.